Баршаңызға сәлем қыздар және менің YouTube каналымның тұрақты көрермендері. Бүгін сіздермен көптің сұрауы бойынша қайнаған құрттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдыңғы видеода сіздермен құртты айранмен жасаған болатынмын. Енді қазір сіздермен көк суы бөлінген сүзбеден жасайтын болам. Видеоны толық аяғына дейін қарауға кеңес беремін. Алдымен сепаратордан өткен сүтті, яғни абрат сүтті жылы жерге 2-3 күнге бетін жауып қоямыз. Ұйғаннан кейін дорбаға тағы 3 күнге әбден көк суы сорыққанша сүзіп далаға күннің көзіне іліп қоямыз. 3 күннен кейін сүзбе дайын болған соң құртты қайнатуға болады. Алдымен газға құрғақ қазанымызды қоямыз. 2 кружка шекерімізді салып, әбден ерігенше газда ұстаймыз. Шекеріміздің түсі қоңырқай болуы қажет. Кейін сүзбемізді салып, үздіксіз араластырамыз. Бұл жерде сүзбені араластыру өте маңызды, өйткені көк суы шығып кетуі мүмкін. Дәл видеодағыдай сүзбе еруі керек. Ал енді қыздар, егерде үйлеріңізде блендер болатын болса, сол блендердің көмегімен түйіршіктердің барлығын езіп алсаңыздар жақсы болады. Кейін құртты әр түрлі пішінде етіп жасауға өздеріңізге ыңғайлы болады. Қалауыңызша маргарин немесе сары май салуға да болады, бірақ бұл жерде мен май қосқан жоқпын. Мінекей дәл видеодағыдай болып шығады, егер сіздер блендермен езіп алсаңыздар. Қайнаған құртымыз дайын болып қалды. Үздіксіз араластырып тұрасыздар, шамамен 40-50 минуттай. Құртымыз дайын болды. Суығаннан кейін, 1-2-3 сағаттан кейін өзінің пішінін жасап, құртты далаға кептіріп қоюға болады.